Цифрлық трансформация. Қазақстанның 3 мыңнан астам ауылы жоғары жылдамдықты интернетке қосылады. Талшықты оптикалық байланыс желісін салу жобасын іске асыру 2026 жылдың соңына дейін аяқталады. Ал шалғай аудандардағы байланыс 2027 жылдың соңына дейін жер серіктік байланыс арналарымен қамтамасыз етіледі. Осылайша 2027 жылдың соңына қарай ауылдардың 99% жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етіледі. Мектеп, аурухана, әкімшілік ғимарат, бюджеттік ұйымдар, сондай қоғамдық Wi-Fi нүктелері мен мемлекеттік шекарадағы 40-тан астам өткізу бекеті желіге қол жеткізе алады. Сонымен қатар ауылдық жерлерде ұялы байланыс базалық станциялар үшін инфрақұрылым күшейтіледі. Бұл мобильді интернет пен байланыс сапасын едәуір арттырады. Мақсат ауылдарды интернетке қосумен қатар елдің цифрлық экожүйесіне енгізу. Бұл білім алу, медицина, мемлекеттік қызметтерге тең дәрежеде қол жеткізудің негізі. Инфрақұрылым тұрақты және ашық жұмыс істегенде шағын бизнес, ауыл мектептер мен жастарға арналған жаңа кәсіптік бағыттарды дамытуға жол ашылады. Цифрлық теңсіздік жойылады. Ролик Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.